Бұл енді біздегі тұрғындардың қанша маска тағып жүрген, режим сақтап жүрген біз қалай анықтаймыз оны? 60%, 70%, 80% маска тағып жүрген оны анықтау мүмкін ба? Оны анықтау өте қиын. Маска киген күн өзінде қанша күн болды ол масканы киіп жүргенде? 1 күн болды ма, 10 күн болды ма? Әйтеуір маскасы бар, болды. Сонда ол қаншалықты тиімді? Қаншалықты ол осындай неге заңға енгізіп, локдаун енгізіп, локдаун деген сөздің өзі түбі қайдан шығып жатыр? Неге қазіргі болашақпен бітіріп келген адамдар келіп шетелдің сөздерін тығады? Неге қазақтың жалпақ тілімен айтпайды? Неге заңның ішіндегі терминдармен айтпайды? Айтпайды ма? Міне осындай карантин болады, немесе басқа да жағдай болады. Түсініксіз бір шалғайдағы адамдар интернет ұстамайтын локдаун не екенін де түсінбейді. Көрдіңіз ба? Олар қатынамайды ма? Қатынайды басқа адамдармен. Олар жұқтырады ма? Жұқтыру мүмкін, егер нағыз маска сол қорғайтын болса. Егер олар терминдар түсінбей жатса, егер мемлекет өз тілінде сөйлеп жатса, халық өзімен өзі болып жатса, онда мынау көрсеткіштердің барлығы Локдаун деген сөздің өзін түсінбейді дейсіз. Локдаун деген сөздің өзін түсінбей жатқан кезде, оны қазір маска кисе, сол кезде ешкім ауырмайды, осындай болады деген, оған мен мүлдем сенбеймін. Расымен Жұмабек мырза, қанша адам маска тағып жүр, біз оны қайтып анықтаймыз оны? Ол енді былай ғой. Бұл аурумен өзі халықтың өзі бірінші рет кездесіп отыр. Дүние жүзінде. Былай деп түпкілікті айтудың өзі қиын нәрсе. Бірақ біздің алдымызда үлкен бір маусымын өткіздік осы аурудың. Сол елдерде өзінен біздерден де қиын жағдайда өткізген елдер бар. Сол елдерде бір аурудың адамдардың кейбір сандарын қарағанда, маска таққандарында, маска тақпағандарына қарағанда 30%-ға аз ауырғанын байқаған. Ол өзі жаңағы жұрттың көзімен көріп, қолымен ұстаған нәрсесі.